Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 21 күні. Ауыз ашарға котлет пен пюре дайындайтын боламыз. Сіздер осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Осы видео бойынша котлет жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер, өте керемет жұмсақ болып шығады. Бізге керегі фарштың үстіне сарымсағымызды салып, және де картоп сәбізімізді бәрін үкіштен өткізіп дайындап алдым. Және де осылай нанды суға матырып қоямыз, осылай жұмсақ қылып. Ылғида мен котлет жасағанда осылай қосамын, сонда котлетіміз өте жұмсақ болып жақсы піседі. Енді үстіне жұмыртқасын салып, тұз, бұрыш дәміне қарай қосамыз да, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді котлеттің формасын келтіріп жасаймыз. Мінекей, менде осынша котлет шықты. Енді осы котлеттерді қызып тұрған майымызға екі жағын қуырып аламыз. Ендігі кезекте осындай бір ыдысымызға немесе қазанға осылайша кішкене су құйып, оның үстіне капустамызды саламыз. Котлеттеріміздің асты жабысып қалмау үшін капустаны қойдық. Енді үстіне котлеттерімізді дізіп қойып, баяу отта бетін жауып, бір 15-20 минутқа бұқтырып аламыз буына. Сонда біздің котлеттеріміздің артық майлары бәрі ағып, буға котлетіміз жақсы пісіп шығады. Өте жұмсақ болып, дәмді болып шығады котлет. Сіздер де осылай котлетті жасап көрсеңіздер болады. Енді котлеттеріміз дайын болғанша біз пюремізді дайындаймыз. Картопты пісіріп алып, осылай үстіне сары май мен сүтті құйып, осылай мыжып пюре дайындадым. Енді кезекте майымызды қоздырып, сарымсағымызды салып, үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, тұз, бұрышын салып, подливімізді қуыра береміз. Кішкене томат пастасын қосып, біраз қуырып, бір стакандай суымызды құйып, бір 10 минутқа қайнатып аламыз. Сәбізіміз бәрі үкіштен өткізілгеннен кейін өте тез піседі. Мінекей, дайын болды подлив. Ендігі кезекте котлеттерімізді, пюремізді подливмен қосып, осылайша әсемдеп дастарханға ұсынатын боламыз. Мінекей, біздің ауыз ашарға дайындаған котлет пюреміз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осы видеоның астында описанияға жазып кететін боламын құрамын. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.